Саламатсыздар ма, құрметті студенттер мен мұнай газ саласы мамандары. Бүгін біз ұңғымаларды геофизикалық зерттеу курсының 42-ші бөлімін бастаймыз. Тақырыбымыз өздігінен поляризацияның потенциалы, немесе орысша потенциал самопроизвольной поляризация, PS, ағылшынша spontaneous potential, SP. Бұл курс Petroleum Geoscience by Есімхан курсының мазмұны 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде геохимиялық зерттеулерге интерпретация жасадық. Екінші бөлім изотоптық геохронология жайлы болды. Үшінші бөлімде минералогиялық зерттеулерге түсіндірме жасадық. Төртінші бөлім петрофизикалық және керней зерттеу курсына қатысты болды. Бесінші бөлімде ұңғымаларды геофизикалық және сейсмикалық зерттеу нәтижелерін түсіндіру болды. Бұл слайдта өзім жайлы қысқаша мәлімет берілген, өткен сабақта толығырақ айтқан болатынмын, сондықтан тоқталмай қойсақ болады бұл слайдқа. Бұл слайдта осы геофизика курсында жоспарланған ұңғымаларды геофизикалық зерттеу әдістерін өту сабақтары көрсетілген. Өткен сабақта біз ұңғымаларды геофизикалық зерттеу негіздеріне кіріспе жасаған болатынбыз. Бұл сабақта бүгін 42-ші бөлімде PS әдісі өздігінен поляризациялау потенциалын толығымен егжей-тегжей қарастыратын боламыз. Мұнда сабақтың мазмұны берілген 6 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде сабақтағы терминдердің аудармалары берілді. Екінші бөлім өзіндік поляризация потенциалының жұмыс істеу принципі жайлы болады. Үшінші бөлімде қолданылатын зондтың түрлері жайлы айтылады. Ал төртінші бөлім осы алынған нәтижелерді интерпретациялауда қиындықтар, яғни қандай карбонаттарға қолдануға болады ма, тергенкаларға қолдануға болады ма деген сияқты сұрақтарға жауап береміз. 5-6 бөлімдер өзіндік поляризация потенциалының алынған нәтижелерді геологиялық интерпретациясы маңызды бөлімдер болып табылады. Оларда Excel'дегі формулаларды қолданамыз және диаграммаларды қолданып геологиялық интерпретациясын жасайтын боламыз. Бұл слайдта осы сабақта қолданылған терминдердің 3 тілдегі аудармасы берілген. Мұнда өзіндік поляризация потенциалының жұмыс істеу принципі көрсетілген. Бізде М өлшеу электроды ұңғымаға түсіріледі, көріп отырғандарыңыздай мұнда. Ал N электроды жердің бетінде болады, мына N. Мұнда суреті тұр, ағылшынша probe дейді. Ал бізде сондай-ақ вольтметр болады. Осылардың арасындағы кернеуді өлшейді. Әрбір 2 метр сайын, мына тереңдігін қарап отырсаңыздар, замер алынады. Олардың нәтижелері былай беріледі. Осылардың нәтижесінің глубина бойынша бізге мынандай қисық сызылады. Ол оның результаты болып табылады. Өзіндік поляризация потенциалы, оның жұмыс істеу принципі негізінен 3 процесс әсер етеді. Диффузиялық потенциалдар, яғни пластовая вода мен буровой раствордың арасында болатын процесстер. Диффузиялық адсорбциялық потенциалдар, бізде глина мен буровой раствордың арасында болатын процесстер. Фильтрациялық потенциалдар, бұлар жайлы толығымен келесі слайдтарда айтатын боламыз. Енді былай дейік, ұңғыма бізде литологиясы терегендік қабаттан, яғни оның ішінде саз деп отырғанымыз глина, құмтастан тұратын қабатқа бұрғыланды дейік. Сосын оған зонд түсірілді, өзіндік поляризация потенциалы, яғни PS жасалды. Скважина айналасында әдетте мынандай буровой раствор болады, бұрғылау ерітіндісі. Одан алшақта бізде қабат суы, пластовая вода болады. Сосын қабат суының әдетте тұзды, яғни минерализациясы жоғары болады. Сондықтан ондағы біздің натрий хлорымыз былай қарай буровой растворға қарай ағыла бастайды. Бірақ хлордың жылдамдығы көбірек болғандықтан хлорлар осы жаққа қарай көбірек өтеді. Сонда бізде хлорымыз көбейеді мына жерде. Ал
бұл бір процесс. Екінші процесс мынау глина мен екі ортада болады. Глина мен екі ортада мембрананың қызмет атқарады. Глина біздегі буровой раствормен көтерілген иондар осы екі ортада натрийлер келіп тұрып қалады. Натрийлер келген тұрып қалады, сондықтан онда оң зарядтал тұрады, ал песчаникте теріс зарядталып тұрады. Сондықтан бізде мына оң зарядталғандар глинада мынандай қисық берсе, теріс зарядталғандар песчаникте мынандай қисық береді. Осы процестерді көріп отырғанымыздай, ПС показаниялары песчаникте солға қарай амплитудасы солға қарай жылжыса, глинада оңға қарай, плюс жаққа қарай жылжиды. Енді тағы бір айтатын жайт, қабат суы мен бұрғылау ерітіндісінің химиялық құрамы, минерализациясы бірдей болса мындай, онда олардың кедергісінде бірдей болады да, онда тоқ жүрмейді. Ол кезде бізде ПС түзу сызық болып көрсетеді. Ал бұрғылау ерітіндісі минерализациясы бізде қабат суының минерализациясынан жоғары болып кетсе, онда кедергі аз болып қалады да, екінші жағдайда песчаник оңға қарай жылжып кетеді песчаник кезінде. Ал керісінше болса, солға қарай жылжиды. Яғни сондықтан алдымен қабат суына анализ жасап алады, сосын одан минерализациясы төмендеу буровой раствор дайындайды. Сол кезде біздің стандартқа сай мынадай үшінші жағдай орын алатын болады. Біз қолданылатын зондтар жайлы айтатын боламыз. Өткен сабақта зондтар жайлы айтқан болатынбыз. Қазіргі заманғы геофизикалық зерттеулерде тек ПС өлшейтін жеке бір ғана зондтар кіші жүзінде кездеспейді. Неге? Өйткені ПС бұл қосымша әдіс. Сондықтан оның датчигі әрдайым ірі комбинациялармен бірге болады. Енді өйткені ірі компаниялар экономия жасау үшін, тиімді болу үшін, глубина бойынша более достоверный информация алу үшін мына 3-4 каратажды бір зондқа тығып жіберуі мүмкін. Енді 3 алып компания бар. Шлюмбержер, Halliburton, Weatherford сияқты. Оларда мынандай комплексный зондтар қолданылады. Оларда әрқайсысының артықшылықтары бар, салыстыруға болады. ПС каратажды интерпретациялау кезінде мынандай қиындықтар орын алуы мүмкін. Мынаны мен уже айтып қойдым, буровой раствор мен простой воданың химиясына байланысты, олардың минерализациясына байланысты мына үш сызық болуы мүмкін. Бірде болса мынандай тым көрінбейді, түзу сызық болады. Олар жайлы айттым. Енді бұл терригенный средаға, отложениеге, мысалы глинаға, шейлға, сандстоун, песчаниктер кезінде жақсы жұмыс жасайды. Бірақ бізде мынау low permeability contrast, мысалы өте өткізгіштігі төмен карбонаттар болса, мысалы мергел, марл дейді ағылшынша, әктасна известняк, лаймстон, оларда өткізгіштігі өте төмен, сондықтан оларда да мынандай тоқ жүрмей түзу сызық күйінде қалады. Сондықтан ПС негізі терригенкаға жақсы жұмыс жасайды, ал карбонатқа қатты қолданылмайды. Келесі слайдтар сабағымыздың ең маңызды бөліктері. Енді ПС каратаждың геологиялық интерпретациясын жасауға кірісеміз. Жалпы ПС арқылы негізінен 3 параметр анықтауға болады. Бірінші, литологиялық қималарды бөлу, саздың көлемін анықтау. Үшінші, қабат суының кедергісін анықтау. Қабат су деп отырғанымыз удельное сопротивление пластовой воды, ағылшынша formation water resistivity. Кеңінен толығымен оларды қарастыратын боламыз келесі слайдтарда. Литологиялық қималарды бөлу деп отырғанымыз саз, глина мен құмтас песчаниктің айырылу ПС арқылы. Гамма каратажда тұр. Ол екеуі почти бірдей результат беріп отыр. КС-ті келесі сабақта түсіндіретін боламыз. Енді бұнда ПС статикалық амплитуданы есептеу үшін мынау бірінші форма қолданылады. Мысалы, плюс 10 дейік глинаны. Мұнда. Ал бізде ең кіші мән песчаник
оны -85 ә, микровольт дейік. Олардың айырмашылығы бізде фейс статикалық амплитуда деп аталады. -95 микровольт. SSP'ді, яғни PS статикалық амплитудасын алдындағы слайдтағыдай каратаждан емес, енді екінші формула арқылы табуға болады. Ол үшін бізге 300 значение керек. K, мынау электрохимиялық белсенділік коэффициенті, ол температураға байланысты. Қазір келесі слайдтарда көрсетемін. Оны ондық логарифмге көбейтіп, осы екеуінің қатынасына бұрғылау ерітіндісінің қабат суының кедергісіне қатынасына көбейтеміз. RW қабат суының кедергісі деп отқанымыз удельное сопротивление пластовой воды. Мынау RMF бұл бұрғылау ерітіндісінің кедергісі, яғни бұл буровой раствордың удельное сопротивлениесі. Енді екінші практикалық жаттығу жасап, егер бізде осы үшеуінің мәні белгілі болса, Excel'де былай екі қадам арқылы ғана SSP'дің мәнін таба аламыз. Ондық логарифмді қоямыз мұнда. Сосын оны біз мына K-дің мәніне көбейте саламыз. Сазының көлемі мына формула арқылы табуға болады. SP means SP clean, SP shale means SP clean. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай, мынау оң жақтан солға жаққа қарай кетеді. Мысалы, қарап отырғаныңызда мына жер бізде 76 микровольт. А мынау бізде 100 микровольт. Сонда 1 минус 76 бөлінген 100, 0,24, ол 24% volume of shale. Сазының көлемін осылай табамыз. Енді мұнда толығырақ әлі тереңірек түсіну үшін тағы бір мысал келтірдім. Әрқайсысы 20 микровольтқа бөлінген. Сонда бізде екеуі мынау 40 микровольт. Ал бізде егер бізде 6 бөліктен тұрса, ол 120 микровольт деген сөз. Сонда біз 40 минус 120 бөлінген 0 минус 120 бізде 0,67. Былайша айтқанда 67% shale деген сөз. Келесі үшінші практикалық жаттығуда өздігінен поляризациялану потенциалы бойынша берілген каратоз мәліметін пайдаланып, саздың көлемін анықтаймыз. Shale volume. Мысалы, PS каратажында оң жағынан бастаймыз, яғни глинадан. PSP 50 десек, SSP 120 десек, Excel'де дайын формула арқылы біз глинаның volume of shale көлемін анықтай аламыз. Бұл слайдта PS-тан табуға болатын үшінші параметр қабат суының кедергісін анықтауды көрсететін боламыз. Ол деп отқанымыз определение удельного сопротивления пластовой воды. Ол үшін біз төртінші формуланы қолданамыз мынау. Ол екінші формуланың түрленген формасы деп айтуымызға болады. Ол үшін бізге K электрохимиялық белсенділік коэффициенті керек. Ол температураға байланысты өзгереді. Келесі формулаларды оны толығырақ көрсетеміз. RMF деп отқанымыз бұрғылау ерітіндісі сүзіндісінің эквивалентті кедергісі. RW қабат суының эквивалентті кедергісі. Мысалы бізге төртінші практикалық жұмыста мынандай данныйлар берілді дейік. Қабат суының кедергісін анықтау керек. Біз төртінші формуланы қолданамыз. Немесе осы формуланы Excel'де қолданып, 3 қадамнан тұратын Excel формуласымен есептеп таба аламыз. Онда SSP бөлінген K тауып аламыз бірінші қадамда. Сосын біз степень 10 степеньді табамыз, осы көбейтеміз. Сосын үшінші қадамда осы шыққан санда мына RMF ге көбейтетін боламыз. Сонда біздің қабат суының кедергісі табылады.
Мына практикалық жұмыс ұңғыманың геофизикалық зерттеу кезінде ең маңызды міндеттердің бірін шешеді. Ол қабат суының химиялық құрамын зертханалық талдаусыз-ақ тікелей ұңғыма ішінде электрлік өлшемдер арқылы анықтауды береді. Бұл формулаларды сіздерге уже көрсеттік. Сондықтан тоқталудың қажеті жоқ. Осыған дейін мысалдарда бізде буровой раствордың кедергісі мынау, сосын мына коэффициент кей дайын болып келді, мәні белгілі болды. Енді бұлар қайдан шықты дегенде, 5-ші формулада, 6-шы, 7-ші формулаларда түсіндіретін боламыз. Мысалы, Арпс теңдеуі деген бар. Геофизикада бұрғылау сұйықтығының немесе қабат суының электрлік кедергісін бір температурадан екінші температураға түрлендіру үшін осы теңдеу қолданылады. Себебі судың кедергісі қызған сайын айтарлықтай төмендейді. Градус пен Фаренгейтке байланысты екі түрлі формула қолданылады. Екеуінде де T1 жер бетіндегі температура, T2 жер астындағы температура, пластовая температура. Оны басқа да кратаждардан жұмыстарынан алуға болады. Жер бетінде сүзіндінің кедергісі сопротивление фильтрата, мысалы 20 градуста 1 Ом метр болсын, ал тереңдегі түзілу температурасы, температура пласта на глубине 75 градус болса, R формуласын қолданып біз былай есептеуімізге болады. Немесе Excel'де дайын формулаларды қойып есептеуімізге болады. Егер бізде пластовая температура болмаса, қабат тереңдігі жер бетіндегі температурамен градиент белгілі болса, мына 6-шы формула арқылы пластовая температураны да есептеп алуымызға болады. Қабат суының кедергісін анықтауға кей деген коэффициент керек екенін білесіздер. Бағанадан бері көрсетіп отырмыз. Ол да 7-ші формулада көріп отырғандарыңыздай қабат температурасына байланысты. Егер қабат температурасы Цельсиймен берілсе, бірінші қатардағы формуламен, ал егер Фаренгейтпен берілсе, екінші қатардағы формуламен есептейміз. Мысалы, 7-ші практикалық жұмыста егер де пластовая температура 67 градус болса, онда мына Excel'дегі формуламен біз оны оңай есептеп, кейдің мәнін 70 екенін көрсете аламыз. Онда номер 8-ші практикалық жұмыста беткі температура 15 градус градиент, әр 100 метр сайын 3 градусқа өсетін. Сосын тереңдік 2000 метр бар. Кей коэффициентінің мәнін есептеңіз деген есеп келетін болатын болса, біз 6-шы және 7-ші формуланы қолданып кей коэффициентін тауып аламыз. 6-шы формулада біз пластовая температураны тауып алдық. 7-ші формулада пластовая температураны мына формулаға қойып, кей коэффициентінің мәнін есептеттік. Сүзінді фильтра және лай қабыршығы маркейк дейді ғой. Осы үлгілерді тікелей өлшеген дұрыс негіз. Олар болмаған жағдайда бұрғылау ерітіндісі сүзіндісінің кедергісін RMF деген және лай қабыршығының кедергісін RMC деген. Осы екі әдіспен өлшеуге болады. Бірінші әдісі load downlap формуласы, 8-ші формуланы қолданамыз. Овердің және Лейбсон әдісінде таблицаны қолданамыз. Ерітіндінің салмағы белгілі болса. Сүзінді фильтрат және лай қабыршығы кедергілерін есептеуге болады. Мына екі формуланы қолданамыз. 9-шы формулаға біріктіріп жібердім. Мысалы, бізде салмағы 12 лб-гал, немесе 1440 килограмм-метр куб болса, тығыздығы, онда біз мына коэффициентті аламыз. 0,584. Осыны осы жерге қоямыз. RM-нің орнына өзінің значениесін қоямыз да, есептеп тауып аламыз. Мына дәрежесі мына жерде. Енді өзіндік поляризация потенциалының диаграммалары арқылы интерпретациялауды бастаймыз. Қабат температурасындағы сүзіндінің кедергісін сопротивление фильтрата ARP формуласымен табуды мен сіздерге көрсеттім. Енді Шлюмбержердің диаграммасын қолдануға болады. Ол үшін біз не істейміз?
Мысалы, 9-шы практикалық жаттығу берілген дейік. Онда егер бетіндегі сүзіндінің кедергісі сопротивление фильтрата РМФ 75 Фаренгейт температурада 0,10 метр болса, ал тереңдіктегі түзілу температурасы мысалы 200 Фаренгейт болса, А формуласын қолданып, осы қабат температурасындағы сүзіндінің кедергісін тап дейік. А формуласын қолдансақ, біз 0 бүтін, мына көріп отырсыздар, 118 шықты. Енді біз мына диаграмманы қолданып көрейік. Ол үшін біз не істейміз? Бірінші қадам. Мына берілген 75 Фаренгейттен жоғары 0,3 екеуінің қиылысын қараймыз. Екінші қадам бізде мынау қанша 2000 ppm біз минерализацияны таптық. Енді осы сызықтың бойымен біз температураны қараймыз. Ол температура бізде үшінші қадам 200 Фаренгейт болса, осы сызық 200 Фаренгейтпен қиылысында мына жақта 0,115 болды. Егер бізде мынандай SSP минус 100 микровольтте берсе, 250 Фаренгейт градусында, сосын 100 градус Фаренгейтте фильтраттың кедергісі 0,7-те 10 көтілген метр болса, 250 градуста біз оны айналдырып аламыз 0,33-ке, басында көрсеткен формуламен. Ол 0,33-ті біз 0,85-ке көбейтсек, онда біз эквиваленттік значение шығады 0,28. Бірінші қадам не істейміз біз? Біз мына жерде SSP минус 100 микровольтті температурамен қиылысқанға дейінгі жерін қараймыз. Бізде температурамыз не? Температурамыз 250 Фаренгейт. Мынандай шатаспаңыздар, екеуі де тұр. Біріншісі қызылмен градуспен, екіншісі көкпен Фаренгейтпен. Сосын осы температурамен қиылысқан жерінен біз бұлай мынамен қиылысын табамыз. Осы қиылысынан ары қарай келесі шаг. Мына бізде уже белгілі. Осыған дейін экстраполяция жасаймыз. Экстраполяция жасағанда бізде мынаның значениесін тауып алдық. Осы значениені келесі графикке қолданамыз. Келесі графикте ол 0,02 болды. Оның температурамен қиылысқан жерін қараймыз. Ол температурамен қиылысқан жерінен төмен қарай біз мынандай түзу жүргізсек, онда мынау біздің пластовая воданың сопротивлениесі, удельное сопротивлениесі осылай табылады. Бұл график мұнда егер градуспен берілсе, мына графикті қолданамыз, ал егер Фаренгейтпен берілсе, мына графикті қолданамыз. Тағы келесі практикалық жаттығу номер 11 дейік. Мұнда біз бірінші бізге мынандай каратаж берілді дейік. SP қарап отырсаңыздар, минус 68 микровольт. Мынау қабаттың толщинасы, мощность. Осы жердің 25 фит дейік. Ал мынау resistivity, сопротивление каратаждан аламыз, оны 4 болды. Ал түпкі тереңдік 9400 фут дейік. Түпкі температура, қабаттың температурасы 196 Фаренгейт дейік. Бұрғылау ерітіндісінің кедергісі мына бізде 0,71 деп айтайық. Осы берілген арқылы бірінші қадам біз SP-ді тауып алдық. SP-ден кейін біз екінші қадамда қабат температурасын тауып алдық. 129 Фаренгейт болды. Сосын үшінші қадам біз бағана көрсетілген формула бойынша қабат сүзіндінің қабат температурасындағы сопротивлениесін, кедергісін есептеп таптық. Қабат бізде егер толщинасы PS-тің сигналына әсер етеді. PS көрсеткіші қабаттың қалыңдығы мен меншікті кедергі әсерлері, сол үшін біз түзеп алуымыз керек. Мысалы, ол үшін мына графикті қолданамыз. Мына формулаға негізделген ол. Бірінші не істейміз? Бірінші біз мына 26 фит деп тұрса, ол 1-те жатыр.
бұл бірде жатса, өзі бізде -68 болды. -68-ден мына 1 арқылы жүргіземіз, сол кезде бұл да -68 болды. Иә? Бұны біз не істейміз? Келесі шартты қолданамыз. Мына формуланы қолданып, біз SSP-ді орнына қоямыз, жаңа -68. Одан шыққан RW-ге эквиваленттік кедергісі судың. Одан 0,052 шықты. Оны мұнда қоямыз. 0,052 температурамен қиылысқан жерінен астына қарай түсіреміз. Мұнда RW бізде 0,06 шықты. Мынау сіздердің үй жұмыстарыңыз. Үйде жасап көріңіздер осыны толтырып. Осы соңғы көрсеткен 2 слайдқа, 3 слайдқа байланысты ережелерді қолданасыздар бұнда. Бізге тағы да мынандай данныйлар берілді дейік. Иә? Осы данныйларды қолданып, тағы да графиктерді қолданып, судың сопротивлениесін табайық. Бірінші не істейміз? Біз жаңағы график бойынша мына RMF 0,610 метр десек, 150 градуста қиылысын қараймыз. Бізде бұл 2000 ppm-ді көрсетіп тұр. 2000 ppm бұл деген 70 мыңнан төмен. Сондықтан біз не істейміз? Оны мына формула арқылы эквивалентке ауыстырамыз. Ол, мысалы, RMF тең 0,85 көбейтілген RMF. RMF деп отырғанымыз біздің не? Басындағы 0,6. Сонда бізде 0,51 шықты көбейткенде. Сосын осыны келесі диаграмма қолданамыз. Мына жаңағы біздің қолданған графигіміз 0,51-ді мұнда қоямыз. Бізде SSP белгілі, температура белгілі. Осыдан экстраполяция жасап, біз мына жерде R-WEB-ті тауып аламыз. WEQ 0,02 шықты. Осыны біз мына келесі графикқа сразу қолданып жеріміз 0,02. Температура бізде 150 градуспен қиылысқан жерін қарасақ, бізде мынау 0,02. Сонда біздің жауабымыз мына жерде қиылысында шығады. Бұл SP2 график деп аталады. QR арқылы өтіп, тест сұрақтарына жауап беріңіздер. Осы тақырыпқа байланысты бірнеше тест сұрақтары бар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.